Тоқ ішектің және тік ішектің қатерлі ісіктер ол шырышты қабатынан дамитын қатерлі ісік тоқ ішекте және тік ішекте орналасқан. Ол өте жиі кездесетін ауру. Қазақстан Республикасында әр жылы 1000 пациенттерден аса пациенттер тіркеледі. Өкінішке орай, бірінші, екінші сат болған кезде колоректальды қатерлі ісіктер ешқандай шағымдар пациенттерде болмайды. Қазақстанда 2011 жылдан бастап скрининг программасы бар. 50 жастан бастап ер адамдарға және әйел адамдарға әр 2 жыл гемокульт тест тапсырылады. Гемокульт тест деген жасырын қан, нәжістегі жасырын қанды анықтау деген тест. Сол тест теріс болса, пациент келесі жолы 2 жылдан кейін тапсырады, ал оң болса, содан кейін пациент міндетті түрде колоноскопия деген обследование өтеді. Колоноскопия ол алтын стандарт деп аталады. Бұл диагностикалық зерттеу, сол исследование бойынша тікелей полипті немесе ісікті көруге болады, биопсияны алуға болады. Қатерлі ісік болса, пациенттерге онкологқа бару керек. Жалпы колоректальды қатерлі ісіктердің бір себебі өкінішке орай жоқ. Ол мультифакторлық ауру. Біріншіден ол 50-ден асқан пациенттер, біріншісі, екіншісі қан диабеті және семіздік пациенттер, науқастар. Үшіншісі туыстарында колоректальды қатерлі ісіктер болса, сондай пациенттер. Біздің орталығымызда әлемдегі қолданатын бүкіл әдістер қолданамыз. Бұл хирургиялық ем, хирургиялық емнің ішінде бұл операцияларды ашық жасауға болады, ол ішті кесіп. Екіншісі лапароскопиялық жасауға болады. Ол мини-инвазивті хирургия деп аталады. Дәрілік терапия жағынан ол химиотерапия, таргеттік терапия, иммунотерапия бізде де қолданылады. Және сәулелік терапияның ішінде протонды терапия және сәулелік терапия қолданады біздің орталығымызда. Қандай ем алу керек, қандай пациенттерге қандай ем алу керек екенін, бұл мультидисциплинарный группа деген бізде сондай консилиум жиналады да, сол сұрақтарды сол консилиумда біз шешеміз.